Бұл топ биылғы жылы премьер-лига сайыстарында өнер көрсетуде. Павлодар облысы, Екібастұз қаласы. Біз қазақпыз. Кімсіңдер? Біз қазақпыз. Ер Кавказ емес шығарсыңдар, а? Жоқ, командаты біз қазақпыз. Біз Жайдарманға және де Түркия еліне ерекше әрі түсінбейтін стиль әкелатырық. Екібастұз сахнада сәлем берді халыққа. Міне осы біз қазақпыз. Жайдарман командасының жетекшісі Ардақ Алдабергенов кешкі кітапхана жобасының қонағы болып шақырылды. Жобаның өзі ағымдағы жылдың басынан бастап жүзеге асуда. Бұл жобаның мақсаты осы қаламыздың жастарын кітапханаға тарту және олардың бос уақытын қамту. Ол бізде аптасына бір рет әр бейсенбі сайын өтеді. Нәтижесі бар. Нәтижесін міне көріп жүрміз. Жастар жақсы келеді. Студенттер, жоғарғы сыныптың оқушылары да келіп жатады. Жалпы бізде осы кітапханамызда жобалар көп. Осы кешкі кітапхана ең бір тиімді жоба деп ойлаймыз. Ардақ Алдабергенов негізі Екібастұзда туғанымен Семей қаласында орта мектепті аяқтап, сонда білім алған екен. Сол жақта Жайдарманға аяқ басқан, кейін туған жеріне қайта оралыпты. 2016-та өз туған жеріме Екібастұзға қайтып келдім. Жайдарман Екібастұзға қайтып келгенімен Екібастұздың атынан Жайдарманда команда жоқ болатын. Соған біраз шым ашылды, неге жоқ команда. Павлодар облысынан болған жоқ команда. Жалпы Жайдарманда болды, бірақ телевизионный лигада болған жоқ Павлодар облысының атынан. Соған команда жинадым. Бұрынғы команданың аты біз қазақпыз болатын. Кезінде Қуаныш деген Максим деген балалар ойнайтын бұрын. Сол кісілердің команданың атын алып, ары жалғастыра бастадым. Бар саналы өмірін көңілді тапқырлар клубына арнап жүрген Ардақ сөйтіп жаңа құраммен бірге Жайдарманның телевизиялық нұсқасына шығуға мүмкіндік беретін лигаға дейін көтерілген. Екібастұздағы Жайдарман лигасы өз жұмысын 8 командадан бастапты. Жыл сайын олардың саны да көбеюде. Бұл жігіттер қазіргі біз қазақпыз командасының ойыншылары. Дамир 2000 жылы, Досжан деген бала 2003. Міне ортада тұрған біздің игрок, ол бізде 99. Мен 95, мен бауырым 9 класстан бері мен үйретіп келе жатыр, 2001 жылға төлеген деген. Қанат ол 2012-ден бастап менің бірге бастаған. Бірақ Екібастұзда бастаған. Содан бері тоже келе жатыр. Сценарийді команда өзара бірігіп жазды екен, тек идея болса болды. Екібастұзда команда құрылғаннан бері талай белестерді де бағындырған. Ең бірінші құрылған кезде біз ойлағанбыз, негізі Жайдарман ступенькамен басталып, бірінші ашық лига деліп, сосын орталық лига, бірінші лигадан кейін премьер-лига, ол телевизионный. Қазақстан ұлттық арнасын көрсетеді, одан кейін жоғарғы лигада. Біз ең жетістігіміз осы команданы құрғаннан кейін біз сразу 3-ші сатыға секірдік. Бірінші лиганы сразу барғаннан кейін. Өйткені біз жаңаша стиль әкелдік Жайдарманға. Олар сразу көрді да, сразу бірінші лигаға бізге қалай айтсам материал жинауға жіберді. Bir жыл багаж жинауға, әзілдерді. Біз бірінші лигада бірінші жылы Қарағандыда болды. 3-ші орын алдық. 28 команда сол болды. Бүкіл Қазақстаннан. 3-ші орын алдық. Сол жылы көзге көрініп, бізге Шығыс Қазақстан әкім клубына шақырды. Онда уже жоғарғы лигадан, премьер лигадан бізден үлкен ағаларымыз бірге ойнады бізбен бірге, қарсылас. Біз 2-ші орын алдық. Сол кезде. Сондай жетістік болды. Сосын сол жылы Павлодар облысының әкімдігі болды. Сонда 2-ші орын алдық тоже. Тоже жоғарғы лига, премьер лиганың командалары болды. Ағаларының ізін басып жүрген жас жайдарманшылар бар. Дегенмен Жайдармандағы өз жолын енді бастайтындарға кәсіби ойынша мынандай кеңес береді. Ютубта Жайдарман көп. Мен айтам, сендер ең басты мұнда келетіндер сценарий жазу емес. Ең бірінші өз-өзін жеңіп сахнаға шығу. Ең бірінші. Маған сендердің әзілдерін жазғанда керек, маған керегі сендер сахнада тұруларын, үйренгендерін. Ол уже арғай сценарий өз несімен кетеді. Бағытымен. Жас әзіл кештерге жақсы жаңалық. Ардақ Алдабергенов өнер мәдениет сарайына жұмысқа тұрып, сол жерде шәкірт тәрбиелемекші. Жайдарман КВН үйірмесін ақша деп отырмын. Соған.
болашақта өнердің атынан, қаламыздың атынан 2 команда құрайын деп жатырмын. Онда уже қаржылай көмек өнердің өзі болады. Мен сияқты қиындықтар көрмейді балалар уже. Бұйыртса, мектеп лигасының балаларын студенттік жас балаларды шығаруға 2 команда құрайын деп жатыр. Ол 2 команданың бірі мектеп оқушыларынан, екіншісі студент жастардан құралмақшы. Қазір сол жұмыстардың жоспары жазылуда. Содан кейін арнайы байқау жарияланып, команда ойыншылары іріктеліп алынады.